Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге оңай әрі әдемі көрінетін, ең бастысы дәмді болып шығатын тағамның рецептін ұсынбақпын. Бұл тағам барлықтарыңызға таныс деген ойдамын, ал білмейтіндер үшін видео рецепт түсірдім. Ең алдымен пиязды майдалап турап аламыз, немесе осылай блендерден өткізіп алсақ та болады. Сиыр етінің фаршына дайындап қойған пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де қызыл бұрыш саламыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Фаршыға тұз, қара бұрыштар жақсылап сіңуі керек. Гнезда қамырларын дайындап аламыз. Менде 12 штук шықты. Енді дайындап қойған фаршымызды қолымызбен домалақтап алып, ұяшықтардың, яғни гнезданың ішіне салып шығамыз. Дайындап қойған фаршты гнездаларды бір шетке қоя тұрамыз. 5 минутта прожаркасын дайындап аламыз. Пиязды майда 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мен блендерда еземін, себебі өзіме осылай ыңғайлы. Ең бастысы фаршқа қосқандай қатты езіп жібермейміз, кішкене ғана жасаймыз. Сәбізді терканың үлкен жағымен өткізіп аламыз. Азғантай ғана қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырып аламыз. Үстіне дайындап қойған сәбізімізді салып 1-2 минут қуырып аламыз. Үстіне бір ас қасық томатты салып, тағы да 1 минут шамасында қуырып аламыз. Енді прожаркамыздың үстіне дайындап қойған фаршты гнездаларды ретімен орналастырып шығамыз. Үстіне қайнаған суды құямыз. Суымыз тестамызды толықтай жауып тұрғаны дұрыс. Бетін жауып, орташа отта 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Тамақ жасауға идеяңыз таусылып бара жатса, міндетті түрде осы тағамды жасаңыз. Ең бастысы әдемі әрі дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге Ұлжан Атабайқызы.